Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласының дамуына Шымкент қаласының әкімдігі де атсалысатын болады. Облыс үшін ол төрінде облыс әкімі Жансейіт Түймебаев пен Шымкент шаһарының басшысы Ғабидолла Әбдірахымов арнайы меморандумға қол қойды. Екі басшысы бекіткен келісім ендігі жерде қос қала арасындағы ынтымақтастықты реттейтін болады. Бұл материалымыз қазір дайындық үстінде, дайын болған жағдайда міндетті түрде назарларыңызға ұсынатын боламыз. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Осы айдың соңына қарай Түркістан қаласының бас жоспары бекітіледі. Сөйтіп рухани шаһарда құрылыс қарқын алады. Алдын ала болжам бойынша қалада 20-дан астам қонақ үй мен 200-ден астам сауда орындары және бірнеше мәдени орындар мен әуежай салынады. Бұл өз кезегінде қаланың экономикалық дамуын арттырып, кәсіпкерліктің кең етек жаюына жол ашады. Себебі облыс орталығында өз ісін бастаймын деген кәсіпкерлерге мол мүмкіндік беріліп отыр. Бұл туралы өңірдің іскер тобы мен халық қалаулыларына Түркістан қаласының даму тұжырымдамасын таныстырған облыс әкімінің өзі баяндады. Қаланың бас жоспарын бекіту үшін жарияланған байқауға басында 44 үміткер ниет білдіріп, соның 22-сі өз жобаларын ұсыныпты. Бірақ түрлі сұрыптаудан кейін тек 9 жобаның ғана барлық талапқа сай келетіні анықталған. Бүгінде сол жұмыстардың ішінен ең үздігін анықтап алу үшін арнайы топ жұмыс істеуде. Бірақ осының барлығын, осы жұмыстардың барлығы осы ұйымдастыру комитетінде қалады да, осының барлығынан бас жоспар жасалынады. Бүгінгі шара кезінде өңір басшысы кәсіпкерлер мен халық қалаулыларына Түркістанда еңсе тіктейтін нысандармен таныстырды. Мүмкіндік болып жатса, облыс орталығындағы жобаларды бірлесе жүзеге асыруға шақырды. Қазір келіп жатыр. Шетелдің бизнесмендері, Кореяның, Ресейдің, Түркияның арасаңызда, Индонезияның келіп жатыр. Жалпы қалада үлкен құрылыстар болады. Жаңа айтып кеттім. Әкімшілік іскерлік орталық салынады. Ол кіреберістегі сол жақта 700 гектар жерде. Одан кейін тарихи мәдени орталық салынады. Және бүкіл қала түгелімен өзгеруге тиісті. Қаланың айналасы және бас жоспар бойынша қаланың көлемі үлкен. Яғни бас жоспарға сай жұмыс істейміз. Қолда бар мәліметке сүйенсек, Түркістанды түлетіп, рухани шаһарда іс бастауға қазірдің өзінде қызығушылық танытып жатқандар көп көрінеді. Мәселен, көне шаһар облыс орталығы болғаннан бері өңірдегі белгілі кәсіпкердің бірі 5 жұлдызды қонақ үй салуға ниет білдірсе, тағы бір азамат алып спорт кешенін салуға келісіпті. Ал бүгінгі таныстырылымнан кейін облыс орталығында кәсіп ашып, құрылыс салғысы келетіндердің саны тағы да арта түсері анық. Ал енді өзіміз тарапымыздан кәсіпкер ретінде, осы облыстық мәслихаттың депутаты ретінде біз өз үлесімізді қосамыз. Тек қана қосу емес, қосуға біз міндеттіміз. Себебі мына қазір бүкіл дүние жүзі Түркістанның бөлініп өз алдына облыс болғанына қарап, жан-жақты өздерінің ұсыныс беріп жатыр. Ал енді осы жерде тұрып, осы жерде күн көріп жүрген кәсіпкерлер, одан кейін депутаттар болған үлесін қоспаса болмайды деп ойлаймын. Түркістан қаласы бұл шығыстың үлгісімен жасалынып жатқан үлкен қала болмақ. Мен көріп отырмын, қаншама мәдени жерлер бар, саябақтар бар, қаншама тіпті жер астынан салынып жатқан ғимараттар бар екен. Мінекей осылардың барлығына мен өзім қызыға қарап, көзіміз тоймастан қазір ырза болып тұрмыз. Жалпы жоба бізге ұнады. Еске салып өтейік, Түркістан қаласын бүтін ел болып қала берді. Түркі тілдес халық болып түлету мәселесін бұған дейін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев екі жерде айтқан еді. Алдағы уақытта елбасының осы ұсынысы да қолдау табады деген сенім бар. Енді міне облыс орталығын көркейтуге өңір басшысы облыстағы кәсіпкерлерді де жұмылдырып отыр. Сонымен қатар алдағы уақытта Қожа Ахмет Яссауи музейінің қасынан өңірдегі барлық тарихи орындардың 5-6 метрлік көшірмелер жасалатын болады. Аудан қала әкімдіктері тарапынан атқарылатын жұмыс рухани шаһардың туристік әлеуетін арттырады деп күтілуде. Облысымыздың ерекшелігін көрсететін тарихи мәдени. Себебі барлығын бюджеттен бөлініп беру қиын мәселе емес. Бізде өзіміз облыс болып, іскерлі азаматтар болып, Түркістанның тарихи мәдени ерекшелігін көрсететін ғимараттарды салуға атсалысуымыз қажет. Түркістан қаласы түрк елінің, түркі тілдес елдердің рухани орталығы ретінде, бұл енді тек біздің еліміздің қаласы емес, бүкіл халықаралық түркі тілдес елдердің рухани орталығы ретінде де ары қарай өсіп даму керек. Сондықтан сол мәселенің бәрін түсіндіре отырып, бас жоспарының негізгі нұсқасымен таныстырып өтті.
Мұқым ел болып Түркістанды түлетуге үндеу жұмыстары енді барлық аудан қалада тұтастай жүргізіледі. Оған әкімдік қызметкерлері мен мәслихат депутаттары және түрлі ұйым өкілдері атсалысатын болады. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Тұран Ньюс.